Қуантай Ерназаров, Тандыр әңгіме. Жай саратан. Шиденчолық қотыр тескейден айыл тарапқа дүрбі салып отырды. 4 күннен бері жалғыз құнағын жоқ. Күйге келген жоғын топ бұққаның қуытыменен бір жақтарға оп кеткен беже, өзі бұққа издеп дейдіп кеткені белгісіз. 4 күн қадар шиденчолық жоқ издеп шайы оды. Дөрбіні көп тіктегенден көзі талып шықты, издебеген жері қалмады. Айласы құрып чарчаған жаны қотыр тескейдегі қочқыр ағайдан чөп орчусын етектей кеткен жалғыз аяқ қия жолды туш тарапқа еріккенден дүрбі салып отырды. Дүрбіден чар тарап алаққанға салғандай дана көрінеді. Колхоздың чөбі бұйыл жылдағыдан ерте башталды. Тектір тарапта колхоздың чөбі қызу башталып, тектердің түзінде жайнаған адам аттуының бары ар тұштан жыбырап көрінеді. Дүрбіден бір қарағандылы тектердің қия жолынан артынан чаң сапыр баратқан колхозға қарашту 3 машина өйділіш жолды оңылда баратышқаны көз көрінді. Көлдің қамышын ұрғыны баратқан трактор морынан қап-қара түсінді бұрылдатып, Төкөбайдың үй тұшынан көл тарапқа бұрыла берді. Алайма айыл іші дүрбіден қараған адамға қымғы тыншадады. Албетте колхоздың чөбі қызыған малда айылдан бір жантын табылышы қиын. Райкомдан келген бір бұйрық елдің барын колхоз таласына қолап, бұл мезгілде айыл іші сырттан қараған адамға жо чап кеткенсіп тұйылады. Аңғыраған ең айылдар алап, 4 көчеден жоғыры көздөй баратқан ешекчен киши Шиденчолоқтың аяш атасы Маликтің баратқан қараны еме Сауыттың үйі тұштан көрінді. Бая Шиденчолоқ айылға дүрбі салып жатқан малда Маликтің ешекчен баратқаны 4 көченің тоғымындағы қампа тұштан көрінген. Ербеңдей жүріп ұш ерге жетіп қалыптыр. Артына 5 жашар көкірек күчігі Сайфулланы ұчқаштырып алған. Маликтің екінші уылы Асан менен Шиден класташ. Мектепте бір класста оқышқан. Ешек артында атасына ұчқашып баратқан 5 жашар бала Маликтің екінші аялынан. Асандан апасының көзі өткөніне 7-8 жылдың жүзі болды. Екінші аялдан көргені жалғыз ұшыл 5 жашар Сайфулла. Маликті алғаш дүрбіден байқағанда бордуға баратса керек те ойлығын. Бірақ анын ешекчен қарағаны еме бадачы тараптағы тоқтоғылдың үй артынан көріне түшті да, ошол тұштағы үйлердің біріне кіріп кеткені тал теректен тосылып көрінбей қалды. Мындан 3 күн алдын чоқчо көздің тақ төбесінен жоғылған құнағажынға дүрбі салып отырып, ешекчен ирбеңде баратқан Маликте Қызылташтың күнгөй тарапқа кеткен жолында байқаған. Анда да 5 жашар Сайфулланы артына ұшқаштырып алған әлі, бір топтан кейін баласын ешек үстінде қалтырып, қайсы бір іштер менен үйлердің біріне құлт етіп кіріп кеткен барабар, аяш атасының дайыны шықпады. Үйесі менен чайлашып, көпке олтырып қалған шығар. Шиденчолық бадачы тарапқыда бір басып барып, құнажындың бар жоғын сұраштырып қоймаққа қотыр тескейдің бетін тікелей түшіп келіп, Сауыттың қашасын бойлап, бордының оғызына келді. Азимқұлдың теректерін аралай ағып шыққан тұп-тұнық мұздақ судан қочыштай сузып, чаңқаған жаны болышынша ішті. Бір саамнан кейін Азимқұлдың қашасын бойлай бадачы тарапқа бет алғанда, жай саратанға қарабай ичи кишини чыйрықтырып ушунчалық салқын көлөкөдөн улам тиген күнге қарабай ичи кештегідей қараңғы ең қаша içindегі теректер арасынан 5-6 үйгішкен иттер көрінді. Бір қанчықты 4-5 дөбет ортуға алып, тұш тарабынан орап алыптыр. Шиденчолық қарай бергенде, бұйрығы төбінен жоқ дыңқиған қара дөбет Шиденге атырылып берді. Шиден жерден мұштымдай ташты ала қойғанда, дөбет ойынан қайтып арсылда өріп өз тауына қайтты. Бадачы тарапта қыбыр еткен жан жоқ. Эч құр дегенде жоғалған малдың қабарын айтып қойғаны Мәжиттің үйі тарапқа бет алды. Мәжит өзі де, аялы да малға көзді кішілер емес пе. Балким жоғалған мал ушылардың көзіне бір жерден илінген шығар. Ан үстіне Шиденчолоқтың жуайы менен Мәжит ұстаның алысырақ болса да туғандық жайы бар. Бұлар қандайша туған екенін Шидентілі жақшы біле бербейді. Бір білгені Шидендің аялы Мәжитке жақынсырап,
Majit akem dep kayrilsa, ayalın Cumagül jengem dep kalganın bir emes bir neçe jol eşitken jayı var. Şilinjin Jubайы kayсы bir жылдары секелек kız кезінде Majit menen Cumagül jengesinin kolunda 3 ayday jaylooda da birge boluşkan eken. Oşoğa Şilin çoluk da Majit kaynaga hayalına Cumagül jenge dep kayryla turgan. Ahmat Sarttın үйі tarapqa ketken tar göçüden burula bergende Ayaş atası Malik'tin eşegi Majit'in darvazasında baylanı turganın gözü çaldı. Eşek üstünde 5 yaşar Sayfullah çoçoyup жалгыз oturat. Kaşağa kаңтарыла baylangan eşek takımın kıçtıra jabışkan it çımından otur jer tepkilenip eştekeden bey kapar. Salamun aleyküm Ayaşukam. Şirin çoluk eşek üstünde eğerge jabışa olturgan 5 yaşar Sayfullah'a salam joldop üy tarapqa bet aldı. Çoğun jigit bolup kaldың bı? Asan dosum жүрөбү? Jani jok dosuma menden salam ayt. Bala uyalıp jertiktegen kalıbında unçukkan jok. Başına kiygeni topu, botu жылаң ayak. Şirin çoluk jertiktep meltiregen Ayaşukasın başынан ayar sılap Majit kaynağasının üyüne kirip ketdi. Majit'in kuroğusu жылан жалмап ketkensip jim, beri jan görünbeyt. Üydün özü sırtından kulplap ketkensip aڭrayıp boş. Üy aldındağı kenen aڭыздın ta ortasından üydü közdey ketken жалгыз ayak jol chetinde jem çokup turuşkan 7-8 toğuktun başka tirüünün kabarı bilinbeyt. Şirin çoluk itengdey basıp toğuktordun janынан öte bergende, toğuktordun çok ortasında boy kötörö kekreyip turgan koros Şirin çoluktun gelgenin jaktırıbagansıp başını tiyak-piyakka burup karadı da anan dey salıp tim boldu. Gör çoluk kaydan gele kaldı dep jatasың be? Dep koydu buğa Şirin içinden. Bilektey içke su ağıp jatkan çakan arıktı attap ötördü. Kurulgan eski tanrı aslında jatkan baylanığı döböt, beykut jımjırttıkты buzup acıldaürüp berdi. Tova kıldım. Biröөнü kaap alsın degensep jol boyuna it baylap salgan, jol bolsun jengem. Baylanığı et Şirin çoluktu uzatıp ardından ürgön boydon kaldı. Şirin itengdey bası üy tarapqa baratты. Jol emnegedir uzarıp çıktı. Oğrukçan botu kızıl aşıktan zırqıraydı. Eşik aldına jakındap kalganda gana kap-karаңғы üy içinden Cumagül jenge sırtqa atıp çıktı. Anın artынан Ayaş atası Malek'ten taz başı kılayıp göründü. Geliniz kүйö bola? Cumagül jenge ilgirtpey salam joldadı. Çakırtpay etpey bul jakta kaydan adaşıp? Jakşysızbı jenge? Bir işler menen göröңdönüp juram da. Oy, gel. Raşidin Ayaş ulum, gel. Cumagül jengenin artından turgan Malegün qattı. Qandaysa Ayaşta? Şükür Ayaş ulum, şükür. Gel sadakası. Şirin çoluk butundağı koңultak kiygen kölöçün çeşti da kireberiştegi genen sörügö köçük bastı. Asmanda gün kuyuqalaydı. Ayaş atısı da entengdey basıp kelip sörü çekesinen orun aldı. Demalışı küçüldü vur. Bir gün geçki çalgı menen küngöy bettin aq çöpün çapqansıp denesi şaldayıp şırıldap teri akkan jelke tarabынан dasromal menen ağarçıp anan bata tartkanı alakın jaydı. Kan emese, Min, biz geldik balaya gelbesin. Hoş gelipsiz kүйö bola. Rahmat jenge. Azыр эле жайдары күлүмүш болгон жеңесинин уурдунан күлкүсү заматта тарай түшкөндө үчөөнүн ортосун жымжыртты кыралады. Ayaş atасы менен капташа калган жерде бура тартып тамашалашып калыша турган, ошондон уламбы ортону бөлүп турган жымжырттыкка карабай Şirin çoluктун маанайы өзүнөн өзү көтөрүлдү. Бул жакка кайсы шамал айдап келди Ayaşta? Менби, dedi Malik буга чочуп кеткенсип. Balamdı uçkaştırıp bir işler menen geldim ele. Hem ne iş? Dep takıp suradı. Ayaş atasın görgönde tamaşası için tırmagan Şirin çoluk kıtqılıktap. Majit usta özü joktu, görgön öylöp takasın soqqаны geldiniz be? Ayaş oğlum. Malik buga katkırıp jüberdi. Sözді keltiresin da. Taka soğuş kolundan gelveyt Ayaş oğlum. Taka soqqanda mınday koy, minip жүрgön hangi eşegimdi takalap bergen adam jok. Ayaş ata, siz de sözden kalbagan bir tügötsüz de.
Şedinçoluk үй менен бер қатқырды. Қолымдан ешек тақалашта келбейді дебейсіз бе? Ай, қолымдан поқта келбейді, деді Аяш атасы эмнегедир қызарып татарып жер қарап. Шединчолук эмнегедир күлкүсүн тыя алгыдай эмес. Анын үстүнө Аяш атасы чоочунду да күлдүрүп жиберер аптысы кызыктай киши жарыктык. Эки алган окуучудай кызарып татарып жертиктеп отурган Аяш атасынын аптысын көргөндө карс күлүп чымчып сүйлөдү. Балким Аяш ата, билдим Аяш ата. Урустамдын катынына келипсиз анда. Ой, жок кокуй. Тоба кылдым да, Аяш улум. Аяш атасы чочуп кетти. Эми түшүндүм Аяш ата. Урустамдын катынына эмес, Өзөн Арбактын катынына келдим дебейсиз бе? Ой, астагфирулла. Аяш атасы жакасын кармап, буга чындап тооба келтирди. Көздөрү чакчайып, оочок соболго чын экем таң калып акырын сурады. Аяш улум, сага жимпин кирип кеткен эмеспи? Жин дегенге түк ишенбейм. Жин так ошол сага окшоп ишенбегендерге кирип кетчү эле. Ананчы катын жин киргенбейм. Эки сөзүңдүн бири катын болуп каптыр. Катын жиндин кереги жок. Ансыз деле жинди катындын азабын тартып жүргөндө бир жин деле жетет мага. Жаңы келген келинден бетер ары бериден айттырбай дастуркан салып кирген Жумагүл жеңе муну укканда бир нерсеге кызаңдай кеткенсип кабагы тырчый сөзгө аралашты. Бакылдабай сәл секин сүйлөгүлө. Урустамдын үйүнө угулат. Өсөн Арбак, онобу пошточу бала түрдүм ачаны жокто ээрчитип көчөдөн өтүп барат. Түзөк Аяш улум, деди жайдары күлүмүш болгон Малик дастаркондун четин түздөй. Тамашасы менен. Бизге капа болбоң жеңе, деди Шидинчолук жеңесине карап. Аяш атам экөөбүз капташкан жерден бир кажышып албасак башыбыз ооруйт. Ошондой болсо деле. Ороң эткен жеңе челектеги кымыздан гардемге мелт калт куюп жатты. Куюлган кымызды аксакал Маликке сунбастан эмнегедир биринчисин Шидинге сунду. Кел, кымызга кара күйөө бала. Коңур дөбөнүн ак кымызы. Рахмат жеңе. Ушуну жакшы кылдыңыз. Мелт калт куюлган кымыздан ууртап жатканда жеңеси үн катты. Аяш атаң эмнеге келди дейсиң? Жайылган тандырды ийип бергени келди. Ошонун ырымын кылып коелу деп. Муну укканда Шидинчолук жутуп жаткан кымызга какап кете жаздап, дагы шаңкылдап күлдү. Тоба кылдым, тандыр ийгендин да ырымы болот бекен. Ананчы Аяш атасы капталдан чыкты. Тандыр ийгендин да өз ырымы бар. Там салгандын да өз ырымы бар. Ал тургай чочок кескендин да ырымы бар. Баарынын өз жолу өз ырымы болот эмеспи? Ырымы жок жердин баракасы аз болот балам. Мен тандырды ырымын кылбай эле ийип салам го? Жаштар муну билбейсиңер, деди Малик үнүн бир аз өктөм чыгарып. Обу жоктонгон Аяш уулун эмнегедир челип алгысы келгендей корулдап берди. Өкмөттүн магазин унун жеп, аракын ичип жүрүп орустан айырмаңар жок калды. Анда очок салганда да ырымын кылса керек, деди Шидинчолук сәл жумшарып. Жок, очок салгандан ырымын кылбайт. Оозун шамал тарапка каратып сала берет. Маликтин жарты болгону да ушунчалык жарты өнөрлөрү боло турган, бир өнөрү жүрөгү түшүп катуу чөчүп калган жаш балдардын жүрөгүн коргошун эритип көтөрөт. Экинчи өнөрү адырашман түтөтүп курт түшкөн тиштин куртун көбөйт. Бер алдын Шидиндин азуу тиши да лукулдатып ооруду. Акыры чыдабай калганда Малик Аяш атасына барып, Аяш атасы адырашманды түтөтүп, ачуу түтүндү оозуна бурулдата үйлөп, тиштеги курттун баарын илаганга көбүп берген. Бирок ошондон кийин тиш оорусу басылып калганы чын. Бирок тандырды ырымын кылып анан ийиш керек дегенде бала болуп башына жүн чыкканы дегеле уккан эмес экен. Аяш атасы менен бул тууралуу тартышып көргүсү келди, бирок батынбады. Бир ирет эмчектеги баланын чачына жол түшсө, кемеде сүзгөн адамга ырымдатып чачын кырктырып койсо, жол түшкөнү токтойт дегенге ишенбей, бирөөлөр менен мелдеше кетип жеңилип калган. Ырымдан көп неме жок, мүмкүн тандыр ийгенде да өзүнчө ырымы бар чыгар.
Арда ийилген тандырдын ичине бош газ баллонду солоп жаткан жеңес тарапка таңдана карап, кызык, тандыр ийгенден да ырымы болот экен да. Ананчы күйөө бола, ырымын кылып ийбесе тандырга нан токтобой түшө берет. Тооба кылдым. Буга Шидиндин чындап ооз ачылды. Мындайды биринчи угушум. Күйөө бола, али билгенден билелегиң көп. Арыдан жеңеси шаңк этти. Бекерден сени Шидин сүзмө торпок дешпейт да. Аяш атасы кыт-кыт күлдү. Билбегениң жок Аяш ата. Аяш атасына карап көз кысып жылмайды. Аяш улум. Аяш атаңдын билбегени да кылбаганы да жок. Мен да көптү көргөн какшаалмын, Аяш ата. Билем, бир бутуңду бекерден жеген эмессиң да, чолок. Торпок деп ким койгон сагатты? Аяш ата сурады. Кочкор агай. Кайсы кочкор? Физикадан бергенчи. Качан койду эле? Мектепте. Жумагүл жеңе төркү бөлмөгө шыпылдай кирип кетти да, ичкериде бирдемеге көпкө күдүңдөп калды. Ал арада Шидин челектеги кымыздан 2 рет гардымга толтура куюп жиберип, бер көтөрүп тартты да Аяш атасына кайрылды. Түзөк, Аяш ата, мен кайтайын анда. Ой ботум, сен кайда? Төркү бөлмөдөн жеңеси атып чыкты. Туруп тур, тооктон бирди союп казана сайын, шорпу ичип, эт жеп кет. Кой, кетейин жеңе, деди Шидин туруп баратып артын кагынганча. Ме, муну кызга ала барам да, кийип койсун. Шидин чолок карай салса, жеңеси бир көйнөктүк катак кездеме, кийилбеген жаңы Американын маасы сунуп туруптур. О, коюңуз жеңе, мунуңузду ала албайм. Ой, кой күйөө бола, куттуу жерден кур чыкпа дейт, кыз бичара сүйүнүп калсын. Мына калпакты кийип кой. Күйөө баланы кур кетирбейт, ошондой да ырым бар. Колтуктай чыккан кийилбеген жаңы калпакты ача салып, Шидиндин башына кийгизе салды. Колдо шырылып кеште салынган жап жаңы калпак экен. Ой, коюңуз жеңе, мунусу өтө эле ашыкча болуп кетти. Артык дөөлөт башыңды жармак беле, жеңиң бергенде ала бер унчукпай. Ала кой, Аяш улум, күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр. Ооба десеңиз. Жеңеси ушунча тартуу кылып жаткан соң алышка туура келди. Бир чети жөн салды бастырып келе калган күйөө балага эптүү сарпай сунган жеңесинин бул жоомарттыгына иштен такыр эле түшүнө албай турду. Берген Кудайга жагыптыр дейт, кайра туруп буга иштен ыраазы болду. Тартууларды колтукка кысып, торбону жонуна асынып жөнөй берип, Аяш атасына дагы кайрылды. Жакшы калыңыз, Аяш ата. Барсаң жакшы бар, Аяш улум. Жакшы калыңыз. Жумагүл жеңе Шидин чолокту узата дарбаза тарапка басты. Баягы жол боюнда топтошуп, жем чокушкан тооктор тушка келгенде, кызыл короз күтүүсүз жерден окчуңдай келип, тооктордун бирин баса калса болобу? Жеңеси экөө тең чертиктей ээрчип баратышкан. Муну көргөндө кантсе да аял эмеспи? Күйөө баланын жанында бараткан жеңеси уялып жүзүн буруп кетти. Ошончо жерден келип ушулар жанынан өтүп бараткандагы короздун бул кылыгына ичинен катуу кызаңдай түшкөн Шидин суу буту менен корозду тоок үстүнөн ыргыта тепкенде, эчтекеден бейкапар корозду айланчыктап турган тооктор тыш тарапка пырпырап качып беришти. Кетип баратып жеңеси ушунчалык майын үнү менен күйүмдүү түрдө өзү кеп баштады. Баса тандырга топуракты бордунун оозунан албагыла. Таш кесак чыгып кишини иттей ураклады экен. Кайдан алыш керек анда? Өзүңөр жактан эле. Кара күчүктөнбү? Ооба, кара күчүктүн топурагы тандырга жакшы экен. Мен өзүм кара күчүкмүн да. Бирок биз тараптан деги эле тандырга топурак казып көрбөптүрмүн. Ону мектеп жактаган айтасызбы? Жок, мектеп жактаганын топурагы да жарабайт. Кайдан алыш керек анда жеңе? Теги Тургунбай Качактын маңдайындагы бийикте жар бар эмеспи? Ошонун топурагы тандырга жакшы дешти. Эместедим. Муну эгенде бир жолу мага айткандай болду эле. Эген сөйрүк билет бекен?
Bir жолу печке шыбаганы Ергеш бандай экөө ош жерден топурак казып келишкенин айтты эле. Экөө дарбазага келгенде Шидин дарбазаны ачып сыртка чыкты, артынан жеңеси чыкты. Эмнекедир айттырбай кирип келген күйөө баласын эч кетиргиси жоктой. Коштошоордо да жөн кетирбей, кош колдой узакка кол алышып, колун узакка дейре улам силкилдетип, аягында күйөө баласын эки бетинен узатты. Менин жаман кайын сиңдиме бул тартууларды сөзсүз берип кой. Менден сагынычтуу ысык салам де. Куда менен кудагыйга да сөзсүз салам айт, деп узакка жагалданып жылуу узатты. Чакыртпай келип калган Шидин чолок жеңесинин бул ызаатына дале ичинен жылып турду. Жеңесинин колунан араң бошонгон Шидик чолок хитеңдей басып кайра келген жолуна түштү. Баса, тандырды ырымын кылып анан иш керек дегенди укканда ээси болгон жана жеңесине жоголгон кунажын тууралуу табыштайм деп жатып таптакыр унутуп калыптыр. Сине жарачыккыр эй! Кунажын көзүн сүзбөсө бука жебин үзмөк беле. Тем кой жүрө берсин. Букадан тажаганда өзүң үйдү издеп келерсиң. Коңурдөбөнүн нак кымызы ичине киргенде жүзү тамылжып, буга жумшак мас болуп денесин ыксырап, буттары кылыч тойтуктун буттарына окшоп ирең-ирең этип чалыштап кетти. Кетип баратып башына кызы кой келди. Демек, тандыр ийгендин да ырымы болот экен да. Шидин чолоктун билгенден билелеги али көп экен. Башына жаңы калпакты кийген жаны өзүн байбатча, хан хожратлары сезип, Азимкулдун кашаасы туштан өтүп баратса, баягы куйругу түбүнөн жок кара дөбөт кашаа четинде кутургандай кып-кызыл көздөрүнөн заарын чачып, Шидин чолокту тешеттиктеп туруптур. Көз караштары бетме-бет чагылыша түшкөндө дөбөт Шидин чолокту алынбай калган кеги, өнбөк калган карызы калгансып, колдон келсе баса калып чайнап салгысы келип борс-борс сүрүп берди. Даңкыйган кара дөбөткө эмнем жакпай калды экен. Мен бул тарапка зериккенден бастырып келгенсип, ойноп жүргөн жокмун. Келсем иш менен келдим. Үйгүшкөн силерди атайын аңдып келди дейсиңби? Ушинтип ойлогон Шидин чолок жерден муштумдай таш алып дөбөттү уруп калды эле. Дөбөт качкан бойдон кап-караңгы баг ичинде кире качты.